Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ақжарқын Ситқазықызы. Бүгін сіздермен аутизм диагнозы туралы сөйлесетін боламыз. Аутизм дегеніміз қандай ауру, не үшін пайда болады және емі қандай? Аутизм қазіргі таңда 21 ғасырда өте жиі кездесіп жатқан диагноз. Және аутизм деген диагнозды естіген кезде көп ата-аналар қорқады. Яғни бұл ауру емделмейді, ешқандай жаңағыдай емі жоқ деп уайымдап кетеді. Негізі аутизмді егер ерте жаста анықтайтын болса, онда жаңағыдай социалдық өмірге қалыптастыру кішкене жеңілдеу болады. Яғни бұндай балалар қоғамда өмір сүре алады, мектепке бара алады және ары қарата оқу оқып, жұмыс жасай алатын қабілетке бейімдеуге болады. Ол үшін аутизмнің алғашқы белгілерін ерте анықтап, ерте реабилитациялық ем бастау керек. Енді аутизм белгілеріне тоқтала кетейік. Аутизмнің ең алғашқы белгісі ол бала көздік контакты болмайды. Яғни бала көзге қарап сөйлемейді. Яғни баланың атын атаған кезде қарамайды. Бір нәрсемен бір сөйлескің келген кезде бала көздік контакттан қашады. Екінші белгісі ол бала денесін ұстағанды жаңағыдай бір нәрсе денесіне тигенді жақтыртпайды. Одан кейінгі белгі ол қатты звукқа, қатты жаңағыдай дыбысқа қорқады. Жаңа фобия болады балаларда. Одан кейін бұндай балалар жаңағыдай стереотиптік қимыл қозғалыстар жасайды. Яғни ешкімге ұқсамайтын белгілі бір қимыл қозғалысты ұзақ уақыт бір қалыпта жасай беруі мүмкін. Және де бұндай балалар көпшілікті жақтыртпайды, жалғыздықта ойнағанды жақсы көреді. Басқа балалармен контакты нашар болады. Және де тіл жағынан, психикалық даму жағынан басқа балалардан кішкене кешігеді. Кейбір балаларда керісінше интеллекті өте жоғары болады. Яғни белгілі бір өзіне ұнайтын затпен егер айналысатын болса, өте үлкен жетістіктерге жетуі мүмкін. Одан кейінгі белгісі тамақ таңдайды. Кейбір тағамдарды мүлдем жемейді. Яғни белгілі бір өзіне ұнайтын ғана тағамды ғана жейді, басқалардың барлығынан жаңағыдай бас тартады. Одан кейін бұндай балалар жаңағыдай көлеңкесімен ұзақ уақыт ойнауы мүмкін. Немесе қалыпты ойыншықтармен емес, белгілі бір аяқ киімнің бауымен, немесе бір ыдыспен ұзақ уақыт бойы ойнап отыруы мүмкін. Оны енді балам тыныш, өзімен өзі ойнап отыр деп көп ата-аналары жаңағыдай байқамауы да мүмкін. Сондықтан ұзақ уақыт бір жаңағыдай басқа балаларға ұқсамайтын бір қимылдар байқайтын болсаңыз, міндетті түрде невропатологқа сіздер қарауларыңыз керек. Енді бұл аутизмнің пайда болуы әркім әрқалай айтады. Кейбіреулер гендік себеп болуы мүмкін дейді, кейбіреулер экологиялық факторлар әсер етіп жатыр, телефон, гаджеттар әсер етіп жатыр дейді. Бірақ негізі бұл диагноз бұрыннан бар диагноз. Яғни бұрында аутизммен ауырған көпшілік адамдар, бірақ ол диагнозды көбінесе жаңағыдай ақыл есінің кемістігі деп, немесе шизофрения диагнозына кіргізіп жіберген. Сондықтан бұл диагноз толық зерттелмегендіктен аутизм деп жаңағыдай диагноз қойылмаған. Негізі бұл аурумен өте көп ғалымдар ауырған. Оның ішінде Томас Эдисонның өзі кірген жаңағыдай лампочканы ойлап тапқан кісі. Ол кісі де аутизммен ауырған. Бірақ жаңағыдай анасының еңбегінің арқасында және де жаңағыдай көп еңбектің арқасында бұндай адам жаңағыдай өте атақты адамға, ғалымға айналған. Енді бұл диагноздың емі дәрі-дәрмек ретінде айтатын болсақ, осы дәріні ішеді, содан кейін аутизм диагноз жойылады деген ешқандай дүние жүзі бойынша дәрі жоқ. Аутизмді тек қана ата-анасының көмегімен және де арнайы орталықтардың көмегімен, адамдардың көмегімен, оның ішінде логопед, психолог, дефектолог деген сияқты невропатолог, бүткіл мамандар бірлесіп бұндай диагнозды емдеу керек.
негізгі емдеуші дәрігері ол психиатр дәрігер. Яғни бізде Қазақстанда осы СНГ бойынша психиатр десе барлығы қорқады, яғни психиатр дәрігерге ешкім жақындағысы келмейді. Бірақ негізі психиатрда учетта тұрып, сол дәрігер арқылы емделу керек. Егер бала агрессивті болатын болса, ұйқысы бұзылатын болса, немесе басқа да бір себептері, симптомдар басу үшін кейбір дәрі-дәрмектерді қолдану мүмкін. Антидепрессанттар болуы мүмкін, немесе жаңағыдай ұйқыны қалыптастыратын дәрі-дәрмектер болуы мүмкін. Сондай дәрілер бар. Былай аутизмді емдейтін дәрі-дәрмек жоқ. Егер баланы ерте жаста анықтап, аутизм диагнозы ертерек қойылып, және ерте ем алатын болса, социалдық өмірге бала ерте бейімделіп, балаға ертерек жаңағыдай көмек көрсетуге болады. Сондықтан, егер осындай белгілерді байқайтын болсаңыздар, балаларыңызда енді кейбір балалар көзге қарамайды, менде баламда аутизм деген сөз емес, ол балалар жаңағыдай басқа даму жағынан да қарау керек. Ол мен атаған белгілер барлығы бірлесіп келу керек. Яғни бірнеше белгі қосылып, осы аутизм диагнозын шығарады. Абылай тек қана жеке, егер бала көзге қарамайды, или бала жаңағыдай бір ойыншықпен ұзақ уақыт ойнап отыр деп жаңағыдай аутизм диагнозын сразу қоюға болмайды. Яғни алдымен сіздер консультацияға келулеріңіз керек, содан кейін арғарата егер бұл диагноз дәлелденген болатын болса, уже реабилитациялық ем жасалынады. Егер осы мәлімет сіздерге пайдалы болатын болса, лайк басып мен каналыма тіркеліп кетіңіздер. Пайдалы мәліметтермен өздеріңіз жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Астына комментарий жазыңыздар. Сіздердің балаларыңызда қандай да бір белгі болды ма, осымен атаған белгілер, және де басқа да сұрақтарыңыз болса, максимально жауап беруге тырысамын. Қош сау болыңыздар.